Жетісу облысында бірінші рет көзі көрмейтін және көзі нашар көретін зағип азаматтарға арналған шоу-даун стол теннисінен ашылу салтанаты өтті. Осы шараға Талдықорған қаласы, Ескелді ауданы, Кербұлақ ауданы және тағы да басқа аудандарынан спортшылар қатысты. Ашылу салтанаты аяқталғаннан кейін спортшылар жолдастық кездесу өткізіп, жеңімпаздарды іріктеді. Ашылу салтанатын ұйымдастырған азаматтар IT Service Education жастар қоғамдық бірлестігінің басшысы мен Жетісу облысы шоу-даун федерациясының президенті Қапанов Қуаныш Болатбекұлы мен Жетісу облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы мемлекеттік мекемесінің дене мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға арналған спорттық даярлау орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры Бақтыбаев Ерлан Шәкіртұлы. Жетісу өңіріндегі шоу-даунға ашық презентациясын жасауға келіп отырмыз. Жолдастық кездесудің салтанатты ашылу рәсіміне қош келдіңіздер. Көру мүшесі зақым болған спортшыларға арналған үстел теннисінен шоу-даун ойынның ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Бірінші көз мүшесі зақым болған спортшылар арасындағы стол теннисі болып отыр.